Міне, балалар, жаңа оқу жылы да басталды. Біздің сыныпқа жаңадан оқушы келді. Есімі Алекс. Ұлты ағылшын болғанымен қазақшаны өте жақсы біледі. Фархат пен Ганс Астанадағы басқа мектепке ауысты. Жарайды, балалар, сабаққа кірісейік. Алекс, отыра ғой. Бүгін біз орыс халқының ертегілерімен танысамыз. Жалпы, әлем халықтарының ертегілерінде де жақсылық пен жамандық, ақ пен қара қатар жүреді емес пе? Мысалы, жеті лақ пен қасқыр ертегісінде қасқыр кішкентай лақтарды ұрлап кетеді. Ал ешкі байғұс зар илеп, балаларын таппай қалады. Ал балалар, жеті лақ пен қасқыр ертегісін келесі сабақта жалғастыратын боламыз. Сау болыңдар. Ертегілер еліне барып, қасқырдың жауыздығына жол бермеу керек. Дұрыс айтасың, Болат. Бірақ Фархат пен Ганс жоқ. Екеумізге қиын болады ғой. Қасқырға әліміз келмейтін сияқты. Ал менде мылтық бар. Ойыншық болса да, қасқыр түгілі аюдың да зәре құты қалмайды. Пип, пау, пау! Аңға қашан шығамыз? Алекс, біз аң аулауға бармаймыз. Біз ертегілер еліне аттанамыз. Ертегілер еліне? Қалай сонда? Ал сен құпия сақтай аласың ба? Құпия сақтау қолымнан келеді, бірақ өтірік айта алмаймын. Өтірік айтпау өте жақсы қасиет. Болат, қалай ойлайсың? Алекс, бізбен дос болуға лайық сияқты. Иә, менің есімім Болат. Оля. Жаңа достар тапқаныма қуаныштымын. Ғане достар, бәріміз біріміз үшін, біріміз бәріміз үшін. Онда мен барып, мылтығымды алып келейін. Сақтықта қорлық жоқ. Мұнамен су шашат. Ал мұнамен атат. Қанекей достар, дайынбыз ба? Дайынбыз. 1, 2, 3, ертегілер еліне бізді алып түс. Бозлағым бозығым-ау, көклағым қызығым-ау, ақлағым аңқауым-ау, сұрылағым жалқауым-ау. 5-шісі бала ғой, 6-шысы ала ғой, 7-шісі кенжетай-ау, істеген ісі шала ғой. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Базарға мен барайын, не бар не жоқ қарайын. Балаларға базарлық таңдап жүріп алайын. Лақтарым, шынақтарым, бар ма маған сұрақтарың? Жоқ! Үйдің ішін шашпаңдар. Мен келгенше есікті ешкімге де ашпаңдар. Ешкіге ше? Ешкімге. Сізге де әсіресе қасқырға. Жарай. Әне, ешкі базарға кетті. Қасқыр қайда? Ол осы маңда жүрген болу керек. Әне, жауыз. Қазір мен оны... Қоя тұр, Алекс.
сенің мылтығың ойыншық екенін естен шығарма. Ал қасқыр саған ойыншық емес. Онда сен екеуің ешкіге барып, мұнда қасқыр жүргенін айтыңдар. Ал мен кеттім, қасқырдан деймін. Менің даусымды естісе лақтар, есікті ашпайтыны анық. Даусымды өзгертпесем болмас. О, таптым. Қалай, өзі бұлай? Керемет, міне. Деп сайрайды олыма. Көріңіз, қандай жанрда ән айтқыңыз келеді? Мен... Түсінікті. Міне мына жерде бәрі жазылған. Менде бар жоғы осы. Сау болыңыз, уақытымды алмаңыз. Ән айтсам ба деп едім. Қасқырдың аузы жесе де қан, жемесе де қан. Жарайды. Ешкі дауыс дедіңіз бе? Тез, ашыңдар есікті. Ашпаймыз. Анамыз ешкімге ашпа деген. Мен сендерді қасқырдан құтқаруға келдім. Ол жақындап қалды. Анамыз есікті ашпа деген. Ой, жарайды. Есікті ашпай-ақ қойыңдар. Онда терезені ашыңдар. Мен ішке кірем. Анамыз терезе туралы ештеңе айтқан жоқ. Ал, қане лақтар, қалқан құлақтар. Қане, бері жақындаңдар. Менде бір жоспар бар. Бұл кім? Бозлағым бозағым-ау, көклағым қызым. Анашым! Тоқта, қап! Бір, екі, үш, тарт! Лақтарым, шұнақтарым, амансыңдар ма әйтеуір?